Қайырлы күн қыздар. Келесі сабақ оплата жасап үйрену және возврат жасап үйрену. Так, мен мына жерде мына сумканы алғым келіп тұр. Алдыңғы видеоларда көрсеттім де осы сумканың отзывының барлығын. Енді осы сумканы сатып алайық. Так, ол үшін мына астында тұрған қызыл иероглифпен тұрған 27,39 юанды басамыз. Кіреміз және мына жерден сразу түстерін таңдап жібереміз. Мен мысалы мына бежевый цветін алғым келіп тұр. И мына астындағы вот осы қызыл иероглифті басамыз. Так, мінекей. Кейде қыздар мына жерде бір нәрсеге мән беріп жіберейік. Кейде мысалға осы тұрған жерде менде мына қызыл жүректі көріп тұрсыздар ғой, галочка тұрған. Соның қасында мінекей қара птичка тұрды. Негізі осылай тұру керек қара птичка. Сол кезде оплата жасалынады. Ал кейбір кезде галочка мына жасылдың қасында тұрады, жоғарыда, біріншісінде. Сол жерде тұрған болса, галочканы мына екінші қызыл жүрекке әкеліп қоямыз. Себебі жасылдан оплата жасалынбайды, қыздар. Солай. Неменде автоматически итак қызылда тұр. Содан соң мінекей мына қызыл иероглифті басамыз. Мінекей бастым. Міне, жаңа негізінде 27,39 юан деп, енді 28,21 юан деп көрсетіп тұр оплатаны төлейтін сомамызды. Неге? Не себепті? Себебі 3% банктың комиссиясы сонымен қосқанда 28,21 болып тұр. Әр товарға сондай неше мыңға покупка жасасаңыз да 3% банктың комиссиясы қосылатын болады, қыздар. Соңғы итог бағасы осы кезде шығады, мінекей осылай. Енді мына жерде бізге кодты енгізіп тұр. Кеше каждый оплата жасалған сайын код енгіземіз деп айттым ғой сіздерге. Соны енгізіп тұр. Мен кеше қойған паролім. Так, соны жазайын. Жаздым. Енді мына жерде бізде көрдіңіздер ғой, пустой графа тұр. Бізде карточкамыздың артындағы 3 санды сұрап тұр, қыздар. Так, соны енгіземін қазір мен. Так, қыздар, болды. Оплата жасалынды. Енді бұл тізім, сағат тұрған, бұл уже продавец сіздің затыңызды упаковкалеп жатыр деген сөз. Енді мына тізім, келесі бөлім, КамАЗ бөлімі. Бұл продавец упаковкалеп уже каргоға жеткізді деген сөзді. Біз осы КамАЗ бөліміне жетпей тұрып, затымызға, товарымызға возврат жасауымыз керек, қыздар. Егер КамАЗ бөліміне кетіп қалса затымыз, онда возврат жасалынбайды. Осы тұрғанда сағатта тұр. Енді біз возврат жасаймыз. Келесі қазір видеода көрсетеді. Сағат бөліміне кіреміз. Емді жаңа товарымыз тұр. Осы товарымыздың үстін басып товарымызға кіреміз. Міне бізге товарымыз туралы барлық информацияны шығарып берді. Енді возврат жасау үшін мына тұрған қызыл кнопканы осы тұрған басатын боламыз. Осы возврат деген мағынаны білдіреді. Енді мына жерде тұрған бірінші графаға вот тұрған тиіспейміз. Екінші тұрған графа бар ғой, пустой тұрған. Осыған кіреміз. Так, мынаны скриншоттап аударып алайық переводпен. Не деген мағына екен? Так, ой. Камера. Так, не хочу дейді, бірінші другие причины дейді, соңғысы. Так, біріншісін таңдайық, не хочу дегенді. Вот, таңдадым. Келесі, мына жерге енді себебін жазайық. Мына жерге себебін жазамыз. Мына тұрған, мына тұрған юанның астында тұрған графа бар, пустой. Осы жерге себебін жазамыз. Так, мен так былай жазамын. Так, мынаны ауыстырылайық. Так, хочу вернуть деньги деп жазайық.
жасайық. И скопировать етіп мұнда қоямыз. Вот, қойылды. Енді мына тұрған ең астындағы қызыл иероглифті басамыз, қыздар. Вот, так, бастым. Так, болды. Бізде возврат жасалды. Енді тек ақшаның түскенін күтеміз. Қыздар, ақша бізге бір күн ішінде или 2 күн, жалпы 3 күн жұмыс ішінде түседі ақша деген бізге. Кейде сразу түседі, кейде 3 күн жұмыс күн ішінде түсетін болады. Все, қыздар, возврат жасауды үйреттім.